Қайырлы күн болсын. Осындай кереметтей дәмді болып шығатын, әрі жұмсақ болып пісетін, салмасы сүзбеден жасалынатын сүзбелі булочкаларды жасаудың рецептісін көрсетпекпін. Барлық құрамы описание бөлімінде қалдырылған, сіздерде жасап көріңіздер. Енді бастаймыз. Ол үшін алдымен салмасын дайындап аламыз. Осындай үй сүзбесіне 2 үлкен қасықпен қант салып, одан кейін 1,5 үлкен ас қасықпен кукуруз крахмалын қосып жақсылап араластырып аламыз. Енді келесі кезекте қамырын дайындаймыз. Міне қамырына бөлек ыдысқа осынша мөлшерде, яғни 180 грамдай сүзбе, оның үстіне 100 грамм қант және 1 пакет ванильді қант, кішкене тұз қосамыз. Осы салғандарымыздың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне 3 ас қасықтың мөлшерінде сұйық май қосамыз және 100 граммдай жылы сүт құямыз. Одан кейін 1 шай қасықтың мөлшерінде қопсытқыш қосамыз. Енді кезекте електен өткізілген ұнымызды өлшеп саламыз. Ұнның көлемі шамамен 250 граммдай. Егер тағы да ұн қажет болып жатса, үстінен аздап қосып отырып, осылай илеуге болады. Илегеннен кейін бірдей мен сияқты осылай жая берулеріңізге болады, немесе аздаған уақытқа тынықтыруға болады. Егер оқтауға жабысып жататын болса, үстіне аздап ұн қосып жүрсеңіздер болады. Оқтаумен жайып алғаннан кейін осылай ортасынан бөліп, қысқа бөліктерге тағы да кесіп аламыз. Әр кескен бөліктің үстіне шамамен жарты ас қасықтай мөлшерде сүзбені саламыз. Бұл алдын ала дайындап қойылған салмасы. Барлығын осылай біркелкі етіп салып шығамыз. Одан кейін осылай міне ораймыз. Достар, видео ұнаса, каналыма жазылып, қоңыраушаның белгісін баса кетіңіз. Сонда жаңа рецептерді көретін боласыз. Міне барлық салмасын салып, осылай противеньге жайып орналастырып алдық және 180 градустық температурада 30-35 минутта пісіп шығады. Үстіне қант ұнтағын сеуіп, осылай әдемі қалпында дастархандарыңызға қоюға болады. Сіздермен болған Нұргүл, сау болып тұрыңыздар.